Балдың пайдалы екенін бәріміз де білеміз. Тіпті оның емдік қасиетін медицина мамандары да растайды. Алайда сан түрлі дертке шипа болатын балды өзіміз қолдана бермейміз. Негізінде балдың өзі емес, бал қосылған судың пайдасы орасан екен. Балдың құрамында маңызды органикалық және бейорганикалық қышқылдар, микро және макро элементтер кешені, В, С және ПП топтарындағы дәрумендер, иммунитетті қолдайтын фитонцидтер, глюкоза және фруктоза, оңай сіңірілетін моносахаридтер кездеседі. Егер сіз аш қарынға бал қосылған жылы су ішетін болсаңыз, ағзадағы клетка мен ұлпаны микроэлементтермен қамтамасыз етеді. Суыққа қарсы күресуге күш береді, ағзаны қуаттандырады, артық майдан арылтады, жүйке жүйесінің жұмысын жақсартады, холестерин деңгейін реттейді, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады, ағзаны шлактан тазалайды, антипаразитарлық қасиеті де бар. Сонымен қатар терінің, шаштың және тырнақтың саулығына да жауап береді. Егер сізді мына аурулар мазалап жүрсе, бал қосылған су ем бола алады. Ұйқысыздық, тыныс алу қиындаса, тері аурулары, ас қорыту мен ауыз қуысының аурулары, зат алмасу нашарласа, қан қысым құбылса, бауыр ауырса, жүйке шаршаса, онда күнде таңертең аш қарынға бал қосылған жылы су ішіңіз. Бұл әдісті медицина мамандары да құптайды. Әсіресе таңғы асты кейінге қалдыратындарға немесе таңғы асқа уақыт таппайтындарға міндетті түрде бал қосылған су ішуге кеңес береміз. Егер сіз бал қосылған су ішуді әдетке айналдырсаңыз, онда саулығыңызды сақтайсыз. Күні бойы көңіліңіз көтеріңкі болады, әрі ағзаны қуаттандырып, өзіңізге сергектік сыйлайсыз. Алайда ескеретін жайт, балды көп мөлшерде қабылдауға болмайды. Балдың күнделікті мөлшері 30-40 грамм болса жеткілікті, немесе үлкен ас қасықта 1 қасық. Сонымен қатар бал қосылған суды 2 аптадан асырмаңыз. Емделу мерзімі 2 апта. Сосын 10-15 күндей үзіліс жасап, емді қайтадан жалғастыруға болады. Бал қосылған су ішкен соң, шамамен 25-30 минуттан соң таңғы асқа отырыңыз. Сонымен қатар бал қай кезде қауіпті? Бал қосылған су барлық уақытта да пайдалы емес. Емдік қасиетімен бағалы саналған балды тым ыстық, яғни 40-50 градустағы қайнаған суға араластыруға болмайды. Бұл кезде адам ағзасына өте улы канцероген заты бөлінеді де, ағзаны аурудан айықтырудың орнына улай бастайды. Салдарынан сан түрлі аурудың қозуына себепші болады. Егер бал қосылған судың емдік қасиетін арттырғыңыз келсе, лимон, емдік шөптер, жидектен дайындалған морс, сүт араластырыңыз. Сонда ағзаны бір уақыт бірден емдейсіз, дәруменмен қамтамасыз етесіз, шлактан тазалайсыз, әрі жасарасыз. Ендеше күнде таңертең аш қарынға бал қосылған су ішуді әдетке айналдырыңыз. Сіздермен бірге болған 100 жаса каналы. Сауда саламат болыңыздар, ауырмаңыздар, 100 жасаңыздар және де менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.